О, мынау қызық екен. Паркерді, ерке көрмекші тәрізді ұрғашыларды арбай алады дейді. Қош болды. Көп болады өрмекші мырзам. Осы жерде қала берекші. Төменде масқара болып жатыр. Өрмекші адамның бетпердесі шешілді. Оның аты Питер Паркер. Айтып тұрмын ғой, Мистерияны өлтірген мен емес, оны дрондар өлтірді. Дрондар сенікі. Сәл жеңілдеп қалған шығарсың. Қалай сонда? Бәрі кім екеніңді біледі. Жасырынып өтірік айтудың қажеті жоқ. Шын айтсам, сенен жасырғым келмеді. Бірақ өрмекші адаммын деп айту оңай емес. Енді мені бәрі біледі. Бірақ мәселе менде ғана емес, басқаларға зияным тиюі мүмкін. Енді мәселені шешуді ойлап отырмын. Иә, Питер. Қандай шаруамен келдің? Мазаласам ғафу етіңіз. Әлемді бірге құтқарып шықтық емес пе? Сіз демей-ақ қойсаң болады. Жарайды, істелем. Бір түрлі екен, мақұл. Мистерия менің кім екенімді ашып берген соң өмірім астан кестен болды. Мүмкін бұның бәрін болмаған сияқты етіп түзеп берсеңіз. Стрэндж, сиқыр қолданба. Бұл өте қауіпті. Жақсы. Қолданбай. Бүкіл әлем Питер Паркердің өрмекші адам екенін ұмытады. Бүкіл емес. Кейбіреу білсін да. Жоқ, мүмкін емес. Онда МЖ-де бәрін ұмытады ғой. Сиқырға араласпа. Ал нетші, жан досым ғой, майдады де ұмытып қалады. Аузыңды жап-жап. Не болды? Біз уақыт пен кеңістік тепе-теңдігін бұзып жібердік. Мультиғаламның біз білмейтін сырлары өте көп. Мәселе сенің екі түрлі өміріңде. Бұлай жалғаса берсе жағдай қиындай береді. Бір нәрсе тілер алдында мұқият ойлан, Паркер. Сәлем, Питер.